Неше мысық жүр? 5 мысық, здесь не 5 же. Там больше же, ты что врешь, Марина? Антисанитария же, во-первых. Во-вторых, мы знаем, что в законе, наверное, не предусмотрено, сколько кошек можно дома держать, но существует закон санитарной нормы. Знаете же, да? Знаю. А как теперь будет? Вы здесь сами живете, да? Я только не ночую здесь. Не ночуете, да? А как так будем? я здесь постоянно, каждый день. А как будем теперь вот этот вопрос решить, Я проблему? уже с участковым этот вопрос решаю. Решаете вопрос? Нет, в дальнейшем вопрос, как будем? Проблему будем решать или? Решу этот вопрос с участковым. Действительно, иіс, қатты шығып тұр иіс. Иә, ана үйдің ішінде күй жоқ, қызым. Жақсы. Бесақ мысығым бар, бесақ мысығым бар дейді. А сколько дома кошек вы держите вы здесь? Можно? Какая разница, у нас Нет, большая ладно. разница. От силы двух нельзя вообще двух. Атырау қаласы, Авангард, 3-ші микрорайон. Нешінші дом? 7-ші дом. 7-ші дом. Міне келіп тұр. 9-ші квартира. Үй модернизациядан өткен, көріп тұрмыз, ремонт жасалған толықтай, бірақ қазір мына жерге көршілер жиналып дабыл қағып жатыр. Өйткені бұл жерде иісіне қазір мүмкін емес, иіс сасып тұр мына жерден. Өйткені мына үй ана бұрышта тұр, квартирасы, бірақ мына жерде иіс мүмкін емес. Нешінші квартира бұл? 9-ші квартира. 9-ші квартира. Қазір міне үйдің иесімен қазір кездестіріп қалдық, сөйлестік. Енді біз білуімізше заңда ешқандай жазылмаған, қанша жаңа мысық ұстауға болады үйдің ішінде, ол нақты цифрасын біздер көрген жоқпыз заңнан. Алайда егер де ондай заң жоқ болатын болса, мына парламент мәжілісінде отырған депутаттардан осы заңға бір өзгеріс енгізуін сұраймыз. Өйткені бұл бірінші жағдай емес сияқты, осындай Атырауда көтеріліп тұрған. Бұның алдында да бірнеше осы елді мекендер осындай проблема қозғалды. Кейбір расында үй иелері үйге осындай тек қана квартираны жаңағыдай бір мысық немесе ит асырау үшін ұстайды. Ондай бар расында. Енді заңда қалай болады? Бұл қалай бұл жерде территория участковый, бізде санэпидстанция бар, бұлар жұмыстарына көріп деп ойлаймын. Мына жерде енді адамдардың берекетін алмау керек қой, ешкімнің берекетін алып, иіс састып, мына жерде қазір енді тұрғындардың мазасын қашыруға ешкім құқығы жоқ. Ол заңда көзделген. Енді осыны бір шешіп беруді сұраймыз біздер. Қазір келдік мына Авангардта. Міне мына қолымдағы менің көршілердің жазған арыздары. 2023 жылдың маусым айынан бастап арпалысып келе жатырмыз дейді. Еш нәтиже жоқ деп отыр. Арыздары тек анда-мында тек сілтелей берген, өтірік жауап бере берген. Міне, қазір учаскелік полиция келген уақытта 6 мысық көрдік дейді, міне көршілер айтып отыр. Ар жағында әлі тағы да қанша мысық бар, жылан бар ма, чықан бар ма, ит бар ма, оны ешкім білмейді. Өйткені үйге ешкімді кіргізбеген. Енді бұл жердің халықтың берекетін алып отыр. Бұл мәселені шешу керек.